Бірінші тағам – сүйек сорпасы. Үйде баяу қайнатылған. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауруы көбіне бір ғана себептен болмайды. Бұл буындардың тозуы, шеміршектің жұғаруы, сіңірлердің әлсіреуі, қан айналымының баяулауы және кальций мен коллагеннің азаюы сияқты бірнеше фактордың қосындысы. Осындай кезде ең табиғи, ең күшті, әрі қолжетімді тағамдардың бірі үйде баяу қайнатылған сүйек сорпасы. Сүйек сорпасының басты артықшылығы оның құрамында ағзаға дайын күйде сіңетін табиғи коллаген бар. Коллаген аяқтағы тізе, жамбас, балтыр, тобық буындарының негізгі құрылыс материалы. Жас ұлғайған сайын ағза коллагенді өздігінен аз өндіреді. Соның салдарынан буын қақсап ауырады. Жүргенде сықыр естіледі. Таңертең тұрған кезде аяқ ашылмай тұрады. Сүйек сорпасын тұрақты түрде ішкен адамда осы белгілер біртіндеп азая бастайды. Екінші маңызды пайдасы – желатин. Желатин буын ішіндегі сұйықтықты көбейтіп, аяқ қозғалған кезде сүйектердің бір-біріне үйкелуін азайтады. Бұл әсіресе тізе ауырсынатын, баспалдақпен түскенде немесе отырғаннан тұрған кезде аяғы сырқырайтын жандар үшін өте пайдалы. Желатин жетіспегенде аяқ тез шаршайды, ұзақ жүре алмайсыз. Тіпті қысқа қашықтықтан кейін балтыр тартып қалады. Сүйек сорпасында кальций, фосфор, магний сияқты минералдар мол. Бұл минералдар аяқ сүйектерін қатайтады. Сүйек ішінде микрожарықтардың пайда болуына жол бермейді. 60 жастан асқан адамдарда остеопороз қаупі жоғарылайтыны белгілі. Сүйек сорпасы осы қауіптің алдын алудың табиғи жолы. Дәріханалық қоспаларға қарағанда сорпадағы минералдар ағзаға әлдеқайда жеңілсімеді. Тағы бір маңызды тұсы – сүйек сорпасы қан айналымын жақсартады. Аяққа баратын ұсақ тамырлар жас ұлғайған сайын тарылып, қан баяу жүреді. Соның салдарынан аяқ салқындайды, үйіп қалады, түнде сыздап ауырады. Сүйек сорпасының құрамындағы амин қышқылдары тамыр қабырғаларын сертіндетеді, қанның жүруін жеңілдетеді. Бұл әсіресе қант диабеті бар, немесе қан қысымы жоғары адамдар үшін пайдалы. Сүйек сорпасы жүйке жүйесіне де әсер етеді. Аяқтағы ауырсынудың бір бөлігі жүйке қысылуынан немесе жүйкенің қоректенбеуінен болады. Сорпадағы глицин атты зат жүйкені тыныштандырып, ауырсыну сигналдарын бәсеңдетеді. Сол себепті кейбір адамдар сорпа ішкеннен кейін түнде аяқтарының ауырмай, тыныш ұйықтай бастағанын байқайды. Ең дұрысы, сүйек сорпасын дүкеннен дайын күйінде емес, үйде өзіңіз қайнату. Біреу қараның жамбас, тізе, жілік сүйектерін пайдалану ұсынылады. Суды баяу қайнатып, кемінде бірнеше сағат ұстап, тұзды аз қосқан дұрыс. Күн сайын бір кесе көлемінде ішсеңіз жеткілікті. Аш қарынға немесе кешкі уақытта ішсе, әсері күштірек сезіледі. Маңызды ескерту: асқазаны өте сезімтал немесе подаграсы бар адамдар алдымен аз мөлшерден бастап көргені жөн. Ағзаның реакциясын бақылау әрқашан дұрыс қадам. Қорытындылай айтқанда, сүйек сорпасы аяқ ауырмау үшін ең қарапайым, ең арзан әрі ең тиімді тағамдардың бірі. Ол буынды қорғайды, сүйекті қатайтады, қан айналымды жақсартады және аяқтағы созылмалы ауырсынуды біртіндеп азайтады. Ең бастысы, оны тұрақты ішу. Осы видеоларды сіздің денсаулығыңыз үшін тегін шығарып жүрміз. Бізге ешкім ақша төлеп отырған жоқ. Бірақ бұл пайдалы контент тоқтап қалмасын десеңіз, бізді қолдаудың бір ғана жолы бар. Сол үшін сіздерді YouTube'тан ақша табуды үйрен деген курсыма шақырамыз. Бағасы бар болғаны 5 мың теңге. Бұл курста сізге 2 топқа толық доступ беріледі. Қазақша YouTube'ты және американдық YouTube'ты толық меңгеріп шығуға арналған топтар. Үйренесіз, өзіміз табыс табасыз, әрі біздің осындай пайдалы видеолардың жалғасуына үлес қосасыз. Байланысу сілтемесі төменде қалдырдық. Екінші тағам – кеңіз балығы, майлы түрлері. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауруы өте жиі, буынның қабынуынан басталады. Бұл қабыну кейде байқалмай, іштен жеп тұрады. Таңертең аяқ ауыр, жүрген сайын ашылады, кешке қарай қайтадан сыздайды. Осындай жасырын қабынумен күресетін ең күшті тағамдардың бірі майлы кеңіз балығы. Кеңіз балығының басты артықшылығы оның құрамындағы омега-3 май қышқылдары. Омега-3 табиғи қабынуға қарсы зат. Ол дәрі секілді буынды өшіріп тастамайды, керісінше қабынудың себебін азайтады. Сол себепті балықты тұрақты жейтін егде жастағы адамдарда тізе,
жамбас, балтыр буындарының ісінуі азаяды. Аяқтың ауырлығы біртіндеп жеңілдейді. Жас ұлғайған сайын аяқтағы буындарда микро жарақаттар көбейеді. Бұрын олар кез қалпына келсе, 60 жастан кейін баяу жазылады. Теңіз балығындағы пайдалы майлар буын ішіндегі жасушалардың жанаруын тездетеді. Бұл дегеніміз, аяқ бұрынғыдай тез шаршамайды. Ұзақ жүргеннен кейін де ауырсыну қатты сезілмейді. Тағы бір маңызды әсері – қан тамырларына байланысты. Аяққа баратын қан тамырлары қалымдап, қатайып кетсе, аяқ суықтап, үйіп, кейде тінде сыздайды. Омега-3 тамыр қабырғаларын жұмсартып, қанның еркін жүруіне көмектеседі. Соның арқасында аяққа оттегі мен қоректік заттар жақсы жетеді. Бұл әсіресе кешке қарай балтыры тырысып қалатын адамдар үшін өте пайдалы. Кеңіз балығынан қабырғаларының өте пайдалы. Кеңіз балығы жүйке жүйесіне де тікелей әсер етеді. Аяқтағы ауырсынудың бір себебі жүйкенің дұрыс қоректенбеуі. Балықтағы пайдалы майлар жүйке қабығын қалпына келтіріп, аяққа баратын жүйке сигналдарын жақсартады. Сол себепті кейбір адамдар балықты жиі бастаған соң аяқтағы шаншу, күйдіру, жансыздану сезімдерінің азайғанын байқайды. Балықтың тағы бір бағалы жағы оның құрамындағы Д дәрумені. Бұл дәрумен кальцийдің сүйекке сіңуіне көмектеседі. Кальций бар, бірақ Д дәрумені жетіспесе, сүйек бәрібір әлсірейді. Ал әлсіз сүйек аяқтың ауруының бір себебі. Сондықтан балық сүйек пен буынды бірдей қоректендіретін тағам. Қандай балық түрлері пайдалы? Майлы кеңіз балықтары, скумбрия, майшабақ, сардина, лосось секілді түрлер. Оларды қуырып емес, буға пісіру, пешке жабу, немесе баяу қақтау ұсынылады. Қуырған балық пайдалы майларын жоғалтады және буынға керісінше әсер етуі мүмкін. Аптасына бірнеше рет, бір ретте алақандай көлемде жеу жеткілікті. Артық жеу қажет емес. Ең бастысы тұрақтылық. Балықты бір апта жеп, бір ай ұмытып кету нәтиже бермейді. Маңызды ескерту. Егер асқазаныңыз сезімтал болса, балықты кешкісін емес, түскі уақытта жеген дұрыс. Ал қан сұйылтатын дәрі ішетін адамдар мөлшерін бақылағаны жөн. Қорытындылай айтқанда, кеңіз балығы аяқ ауырмауы үшін табиғи қорғаушы. Ол қабынуды азайтады, буынды қоректендіреді, қан айналымын жақсартады және аяққа күш-қуат береді. Жас келген сайын дәл осындай тағамдар ағзаға ауадай қажет. Үшінші тағам – асқабақ. Дәнімен қоса қолданылғаны пайдалы. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауруы кейде буыннан емес, бұлшық еттің әлсіреуінен және жүйкенің қоректенбеуінен пайда болады. Аяқ тез шаршайды, жүргенде салбырап тұрғандай болады, кешке қарай балтыр тартып қалады. Осындай жағдайларда көп адам күтпейтін, бірақ өте күшті тағам – асқабақ. Асқабақтың ең үлкен артықшылығы оның құрамындағы магний. Магний аяқ бұлшық еттерінің дұрыс жұмыс істеуіне жауап беретін негізгі минерал. Магний жетіспегенде балтыр тырысады. Түнде аяқ тартылып оянасыз, ұзақ жүргеннен кейін аяқтың сыздауы күшейеді. 60 жастан асқан адамдардың басым бөлігінде магний жетіспеушілігі бар, бірақ көпшілігі оны байқамайды. Асқабақтағы магний бұлшық етті босаңсытады, аяққа жиналған кернеуді азайтады. Сол себепті асқабақты тұрақты жейтін адамдарда кешкі уақытта аяқтың ауырлығы жеңілдейді, түнгі тырысу сирейді, таңертең аяқ жеңіл тұрады. Асқабақтың тағы бір маңызды әсері жүйке жүйесіне байланысты. Аяқтағы ауырсынудың бір бөлігі жүйкенің шаршауынан, қысылуынан немесе дұрыс қоректенбеуінен болады. Асқабақта В тобының дәрумендері мол. Олар жүйкені қоректендіріп, ауырсыну сигналдарын әлсіретеді. Сондықтан кейбір адамдар асқабақты жей бастаған соң аяқтағы шаншу, күйдіру, үю сезімдерінің азайғанын байқайды. Асқабақтың сарғыш түсі оның бета-каротинге бай екенін көрсетеді. Бұл зат ағзада А дәруменіне айналады. А дәрумені буын ішіндегі ұлпалардың жаңаруына, сіңірлердің серпімді болуына көмектеседі. Сіңір әлсіресе, аяқ тез ауырады. Әсіресе ұзақ тұрғаннан кейін немесе көп жүрген соң. Асқабақтың тағы бір күтпеген пайдасы қан айналымын жақсартуы. Оның құрамындағы калий артық тұзды ағзадан шығарып, аяқтың ісінуін азайтады. 60 жастан асқанда аяқтың кешке қарай ісінуі жиі кездеседі. Ісік буынға қосымша салмақ түсіріп, ауырсынуды күшейтеді. Асқабақ осы артық сұйықтықты жұмсақ түрде шығарады. Асқабақтың дәндері ерекше пайдалы. Дәнінде мырыш пен пайдалы майлар бар. Мырыш буын мен сүйек ұлпасының қалпына келуіне қатысатын маңызды элемент. Асқабақ дәнін аздап қуырып, немесе кептіріп, күніне бір уыс көлемінде жеу жеткілікті.
Артық жесе, асқазанға ауырлық беруі мүмкін. Асқабақты қалай қолданған дұрыс? Қуырмай буға пісіру, пешке жабу, немесе сорпаға қосу ең тиімді жол. Қант қосып тәтті ретінде жеу ұсынылмайды, себебі қант қабынуды күшейтіп, аяқ ауырсынуын арттыруы мүмкін. Маңызды ескерту. Қант диабеті бар адамдар асқабақты мөлшермен жеу керек, бірақ мүлде бас тартудың қажеті жоқ, тек порцияны кішірейту жеткілікті. Қорытындылай айтқанда, асқабақ аяқтың бұлшық етін босаңсытып, жүйкені тыныштандыратын, ісікті азайтатын табиғи көмекші. Ол аяқтың ауырмауына жан-жақты әсер етеді және егде жаста күнделікті ас мәзірінде болуы тиіс тағамдардың бірі. 4-ші тағам – сарымсақ. Шікі немесе жеміл өңделген түрі. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауыруы тек буын мен бұлшық етке байланысты емес. Көп жағдайда негізгі мәселе қан тамырларының тарылуы және қанның қоюлануы. Қан аяққа дұрыс жетпесе, ол ауырлайды, салқындайды, кешке қарай сыздап ауырады. Тіпті түнде тыныш ұйықтатпайды. Осындайда ең қарапайым, бірақ ең күшті табиғи көмекшілердің бірі сарымсақ. Сарымсақтың басты әсері қанды сұйылтуы және тамырды кеңейтуі. Жас ұлғайған сайын қан қоюланып, ұсақ тамырлардан өтуі қиындайды. Әсіресе аяқтағы ең жіңішке қылтамырлар бірінші болып зардап шегеді. Сарымсақ құрамындағы табиғи күкіртті қосылыстар қанды жұмсартып, оның еркін жүруіне көмектеседі. Соның нәтижесінде аяққа оттегі мен қоректік заттар көбірек жетеді, ауырсыну біртіндеп азаяды. Сарымсақтың тағы бір маңызды қасиеті қабынуға қарсы әсері. Буын ішіндегі жасырын қабыну көбіне байқалмайды, бірақ аяқтың сыздауына, жүргенде жайсыздыққа себеп болады. Сарымсақтағы белсенді заттар осы қабынуды бәсеңдетіп, буынның ішкі ортасын тыныштандырады. Бұл әсіресе тізесі ісінетін, ұзақ отырғаннан кейін аяғын аша алмай қалатын адамдар үшін пайдалы. Көп адам білмейді, бірақ сарымсақ жүйке жүйесіне де жақсы әсер етеді. Аяқтағы ауырсынудың бір бөлігі жүйкенің қысылуынан немесе қоректенбеуінен болады. Сарымсақ жүйке талшықтарына қанның жақсы баруына көмектесіп, шаншу, күйдіру, жансыздану сияқты сезімдерді азайтады. Сол себепті кейбір адамдар сарымсақты тұрақты жей бастаған соң, түнгі аяқ ауырсынуының азайғанын байқайды. Сарымсақтың тағы бір пайдалы жағы инфекцияға қарсы әсері. 60 жастан асқан адамдарда аяқтағы тері жұқы барып, ұсақ жаралар баяу жазылады. Мұндай жағдайда іштен қолдау өте маңызды. Сарымсақ ағзаның қорғаныс қабілетін күшейтіп, ұлпалардың қалпына келуіне көмектеседі. Бұл аяқтағы ұсақ қабынулардың асқынбауына ықпал етеді. Сарымсақты қалай қолданған дұрыс? Ең тиімдісі шикі күйінде, бірақ барлығына бірдей ол оңай сіме бермейді. Егер асқазан көтермесе, сарымсақты ұсақтап, аздақ жылы тағамға қосуға болады. Күніне бір немесе 2 түйір жеткілікті. Көп жеймін деп асыра қолдану асқазанға ауырлық түсіруі мүмкін. Маңызды ескерту. Қан сұйықтатын дәрі ішетін адамдар сарымсақты мөлшермен жеу керек. Толық бас тарту қажет емес, бірақ шамадан асырмау маңызды. Сондай-ақ асқазаны өте сезімтал жандар аш қарынға емес, тамақпен бірге қолданғаны дұрыс. Қорытындылай айтқанда, сарымсақ аяқтың ауырмауына іштен әсер ететін табиғи тазартқыш. Ол қан айналымды жақсартады, қабынуды азайтады, жүйкені қоректендіреді және аяққа жеңілдік береді. Көп адам оның иісінен қашады, бірақ денсаулық үшін пайдасы әлдеқайда маңызды. 5-ші тағам – қарақұмық, қара гречка. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауыруы кейде буыннан да, бұлшық еттен де емес, тамырлардың әлсіздігінен пайда болады. Аяқтағы көк тамырлар біліне бастайды. Кешке қарай аяқ ауырлап ісінеді. Жүргенде қорғасын байлап қойғандай сезім пайда болады. Осындайда көпшілік мән бермейтін, бірақ өте күшті тағамдардың бірі қарақұмық. Қарақұмықтың ең басты ерекшелігі оның құрамындағы рутин атты зат. Рутин қан тамырларының қабырғасын нығайтатын табиғи элемент. Жас ұлғайған сайын тамыр қабырғалары жұқырып сынғыш болады. Соның салдарынан аяқта ауырлық, сыздау, кейде күйдіру сезімі пайда болады. Қарақұмық тамырды іштен күшейтіп, оның серпімділігін арттырады. Қарақұмықтың тағы бір үлкен пайдасы қан айналымын жақсартуы. Ол қанды қоюлатпайды, керісінше, оның аяққа еркін жетуіне көмектеседі. Аяққа қан дұрыс барғанда, буын да, бұлшық ет те жақсы қоректенеді. Сол себепті қарақұмықты тұрақты жейтін адамдарда кешкі уақытта аяқтың ауырсынуы бәсемдеп, ұзақ жүргеннен кейінгі шаршау азаяды. Бұл тағам темірге бай. Кемір жетіспесе, қан оттегіні дұрыс тасымалдай алмайды. Оттегі жетіспеген аяқ тез шаршайды, ауырсыну ерте пайда болады. 60 жастан асқанда темір тапшылығы жиі кездеседі, бірақ көп жағдайда ол байқалмайды.
Қарақұмық темірді табиғи жолмен толықтырып, аяққа күш береді. Қарақұмықтың тағы бір маңызды қасиеті ісінуді азайтуы. Оның құрамындағы калий артық сұйықтықты ағзадан шығарып, аяқтағы ісіктің алдын алады. Ісік азайған сайын буынға түсетін қысымды азаяды. Демек, ауырсыну да жеңілдейді. Қарақұмық асқазанға жеңіл. Бұл егде жаста өте маңызды. Асқазан ауыр тағамды көтермесе, ағза қоректік заттарды толық сіңіре алмайды. Ал қарақұмық баяу қорытылады. Қанға қантты бірден шығармайды. Сол арқылы қабынуды күшейтпейді. Қанттың күрт көтерілуі де аяқтағы ауырсынуды күшейтетінін ұмытпаған жөн. Қарақұмықты қалай қолданған дұрыс? Оны сүтпен емес, сумен немесе жемін сорпа түрінде пісірген тиімді. Кешкі уақытта емес, түскі асқа жеу жақсы нәтиже береді. Күніне бір табақтың жартысы жеткілікті. Майды көп қоспау керек, себебі артық май тамырға кері әсер етеді. Маңызды ескерту: іш қатуға бейімі бар адамдар қарақұмықты көкөніспен бірге жегені дұрыс. Сонда ол ішекке де, аяққа да пайдалы болады. Қорытындылай айтқанда, қарақұмық аяқтағы тамырларды нығайтатын, қан айналымын жақсартатын және ісікті азайтатын өте құнды тағам. Ол аяқтың ауырмауына тыныш, бірақ терең әсер етеді. Күнде емес, бірақ тұрақты түрде жеу ең дұрыс шешім. 6-шы тағам – жаңғақтар. Әсіресе грек жаңғағы. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауруы тек сүйек пен буынның мәселесі емес, көбіне май алмасуының бұзылуымен және жүйке тамыр байланысының әлсіреуімен байланысты болады. Аяқтың тез шаршауы, кешке қарай ауырлап кетуі, түнде мазасыздануы осы ішкі теңгерімнің бұзылғанының белгісі. Осындай кезде өте қарапайым, бірақ ағзаға терең әсер ететін тағам жаңғақ. Жаңғақтың ең басты артықшылығы оның құрамындағы пайдалы май қышқылдары. Бұл майлар аяқтағы ұсақ тамырлардың қабырғасын жұмсартып, қанның еркін жүруіне көмектеседі. Жас ұлғайған сайын тамырлар қатайып, серпімділігін жоғалтады. Соның салдарынан аяққа қан нашар жетіп, ауырсыну пайда болады. Жаңғақ осы қатайған тамырларды іштен жұмсартады. Грек жаңғағы жүйке жүйесі үшін ерекше пайдалы. Аяқтағы ауырсынудың бір себебі жүйке талшықтарының тозуы. Жаңғақтағы В тобының дәрумендері жүйкені қоректендіріп, аяқтағы шаншу, күйдіру, жансыздану сезімдерін азайтады. Кейбір адамдар жаңғақты тұрақты жей бастаған соң, түнде аяқтарының тынышталып, ұйқысының жақсарғанын байқайды. Жаңғақтың тағы бір маңызды әсері қабынуды азайтуы. Буын ішіндегі жасырын қабыну аяқтың созылмалы ауырсынуына себеп болады. Жаңғақтағы табиғи антиоксиданттар осы қабыну процестерін бәсеңдетеді. Бұл әсер бірден байқалмауы мүмкін, бірақ бірнеше апта тұрақты қолданған соң аяқтың ауырсынуы жұмсара бастайды. Жаңғақ магний мен мырышқа бай. Магний бұлшық еттің босаңсуына көмектеседі, ал мырыш буын мен сүйек ұлпасының қалпына келуіне қатысады. Осы екі элемент жетіспегенде аяқ тез талады, ұзақ тұрғаннан кейін сыздайды, кейде балтыр тырсады. Жаңғақ бұл жетіспеушілікті табиғи жолмен толықтырады. Тағы бір маңызды тұсы, жаңғақ қандағы жаман холестеринді азайтуға көмектеседі. Холестерин жоғары болғанда тамырлар тарылады, аяққа қан нашар жетеді. Жаңғақ бұл процесті баяулатып, аяқтың ұзақ жылдар бойы сау болуына ықпал етеді. Жаңғақты қалай қолданған дұрыс? Ең тиімдісі шикі күйінде, тұз қоспай. Күніне бір уыс көлемі жеткілікті. Көп жеймін деп асыра қолдану артық салмаққа келуі мүмкін, ал артық салмақ аяққа қосымша салмақ. Сондықтан мөлшер ең маңызды қағида. Маңызды ескерту: асқазаны сезімтал адамдар жаңғақты таңертең немесе түскі уақытта жегені дұрыс. Кешке көп жеу асқазанға ауырлық түсіруі мүмкін. Қорытындылай айтқанда, жаңғақ аяқтың ауырмауына іштен әсер ететін қуатты тағам. Ол жүйкені қоректендіреді, тамырды жұмсартады, қабынуды азайтады және аяққа ұзақ уақытқа жететін күш береді. Кішкентай ғана уыс жаңғақтың артында үлкен пайда жатыр. 7-ші тағам – зәйтүн майы. Табиғи, тазартылмаған түрі. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауруы көбіне буын ішіндегі құрғақтықтан және созылмалы қабынудан пайда болады. Буын қозғалғанда ауырсыну, сақырлау, отырғаннан тұрған кезде аяқтың бірден ашылмауы осы ішкі майланудың азайғанының белгісі. Осындайда ағзаға сырттан көмек қажет, ал ең табиғи көмектің бірі зәйтүн майы. Зәйтүн майының ең басты ерекшелігі оның құрамындағы моноқанықпаған пайдалы майлар. Бұл майлар буын ішіндегі шеміршекті қоректендіріп, оның серпімділігін сақтауға көмектеседі. Жас ұлғайған сайын буындағы табиғи май азаяды, сүйектер бір-біріне үйкеле бастайды. Сол кезде ауырсыну пайда болады. Зәйтүн майы осы үйкелісті жұмсартып, қозғалысты жеңілдетеді. Зәйтүн майының тағы бір өте маңызды қасиеті қабынуға қарсы әсері.
Оның құрамында олеокантал деген табиғи зат бар. Бұл зат әсер жағынан кейбір жеңіл ауырсынуды басатын дәрілерге ұқсас, бірақ ағзаға зиянсыз. Ол буын ішіндегі жасырын қабынуды бәсеңдетіп, аяқтың сыздауын біртіндеп азайтады. Ең бастысы, бұл әсер баяу, бірақ тұрақты түрде жүреді. Зәйтүн майы қан тамырлары ішінде өте пайдалы. Аяққа баратын тамырлар сау болмаса, буын да бұлшық етте дұрыс қоректенбейді. Зәйтүн майы тамыр қабырғасын жұмсартып, қанның еркін жүруіне көмектеседі. Соның нәтижесінде аяққа жылу келеді, салқындау мен үю сезімі азаяды. Тағы бір маңызды әсері артық салмақты бақылауға көмектесуі. Артық салмақ аяқтың ең үлкен жауы. Әрбір артық килограмм тізе мен жамбас буындарына бірнеше есе салмақ түсіреді. Зәйтүн майы зат алмасуды жұмсартып, ағзаның қант пен майды дұрыс пайдалануына көмектеседі. Бұл аяққа түсетін жүктемені азайтуға ықпал етеді. Зәйтүн майы ішек жұмысына да жақсы әсер етеді. Ішек дұрыс жұмыс істемесе, ағзада қабыну көбейеді, ал қабыну аяқтың ауруын күшейтетін негізгі факторлардың бірі. Зәйтүн майы ішекті жұмсақ тазартып, жалпы ағзаның тынышталуына көмектеседі. Зәйтүн майын қалай қолданған дұрыс? Ең тиімді жолы шикі күйінде салатқа қосып, немесе дайын тағамның үстіне аздап құю. Қыздырып қуыру ұсынылмайды, себебі қыздырғанда оның пайдалы қасиеттері азаяды. Күніне бір немесе 2 ас қасық жеткілікті. Маңызды ескерту: өтінде тас бар адамдар зәйтүн майын бірден көп қолданбау керек. Алдымен аз мөлшерден бастап, ағзаның реакциясын бақылаған жөн. Қорытындылай айтқанда, зәйтүн майы аяқтың ауырмауына іштен майлайтын, тыныштандыратын табиғи көмекші. Ол буынды қоректендіреді, қабынуды азайтады, қан айналымды жақсартады және қозғалысты жеңілдетеді. Күнделікті ас мәзіріне аз мөлшерде қосу аяқ денсаулығы үшін үлкен қадам. 8-ші тағам: жасыл жапырақты көкөністер. Саумалдық, аскөк, жапырақты салат. 60 жастан асқан адамдарда аяқтың ауруы кейде буыннан немесе бұлшық еттен емес, ағзадағы созылмалы қышқылданудан және микроэлементтердің жетіспеуінен пайда болады. Мұндай кезде дәрі емес, ағзаны іштен теңестіретін тағамдар қажет. Солардың ішіндегі ең күштілерінің бірі жасыл жапырақты көкөністер. Жасыл көкөністердің басты артықшылығы олардың сілтілік әсері. Жас ұлғайған сайын ағза қышқыл ортаға бейім болады. Қышқыл орта буынға кері әсер етіп, аяқтағы ауырсынуды күшейтеді. Саумалдық, аскөк, жапырақты салат ағзаның ішкі ортасын теңестіріп, буынға түсетін қысымды азайтады.